Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздерге Lumio деп аталатын онлайн платформаны таныстырайын деп отырмын. Бұл өте қызықты платформа. Ішінде дидактикалық ойындар жасауға болады, қызықты слайдтар жасауға болады, тест ұйымдастыруға болады. Жалпы онлайн кезінде де пайдалануға болады, онлайн оқыту кезінде де. Офлайн оқыту кезінде де сыныпта интерактивті панель нелеріңіз болса, сабақта қолдануға өте тиімді. Енді сіздер бірінші Google-ға жазсаңыздар, Lumio деп жазсаңыздар, ағылшынша да, қазақша да жазсаңыздар, осылай шығады. Қазір ағылшынша Lumio деп жазсаңыздар, осылай ең бірінші шыққан, жаңа соны басып, мына неге ары қарай кіре бересіздер. И осы жерде Students Join a Class Teacher Sign In деп шығады. Teacher Sign In дегенге кіреміз, мұғалім ретінде тіркелеміз. Сосын Google аккаунттарыңыз міндетті түрде Google-да қосылып тұру қажет. Google аккаунт арқылы бұл жерде тіркелу керек. Мұғаліммін деп, немесе өздеріңіздің Microsoft аккаунттарыңыз арқылы тіркелсеңіздер болады. Міне осындай сіздерге бет ашылады. Ары қарай өзіңіздің жаңағы Қазақстан деп, страна или регион деп шығады. Еліміз таңдауымыз керек. Сосын подтвердить деген басамыз. Осы жерде мне фото с учетной записи Google или Microsoft деп шығады. Осы жерде таңдаймыз Google арқылы кіру дегенді. Сізде Google аккаунттарыңыз кіріп тұру қажет. Так, мен қазір мына аккаунтпен кіріп көрейін. Осы жерде шығады взрослый или ребенок деп взрослый дегенге птичканы басамыз. Сосын өздеріңіздің аттарыңызды жазасыздар осы жерге. Согласен барлығына птичка қою керек. Сосын готово деп басамыз. Міне осындай окошко ашылады сіздерге. YouTube-та жаңағы Lumioның қолданылу видеосы қалай қолдануға болады, үйрететін обучающий видео ашылады. Оны көрсеңіздер де болады, немесе көрмей қойсаңыздар да болады. Не добро пожаловать деп шығады. Позже деп баса саламыз. Осы жерде біз сіздерге осындай бет ашылады. Идентификатор класса деген жаңа класты, егер класста сіз балаларды қосқыңыз келсе, бір нәрсеге осы кодты берсеңіздер болады. Сосын создать дегенді басамыз, мына жақтағы. Міне осы жерде мында PDF, PPT дайын жаңа слайдтарды, PDF файлдарыңыз қосуға болады. Сосын YouTube-та ссылка бір видео қоямын десеңіздер, видео қосуға болады. Мына жақта да жаңа сондай сайттардың нелер тұр. И шаблон, новая страница, жаңа страница ашып, осылай слайд жасауларыңызға болады. Міне мынандай нелер страницалар шығады, өздеріңіз шаблондарын таңдайсыздар. Қандай шаблон таңдағыларыңыз келеді, мысалға мынаны таңдасақ ие, балаларға арналған. Бұл жерде де дайын тұрады. Әр бетін өздеріңіз таңдап аласыздар, қай бет сіздерге керек. Қазір менде кішкене интернет тақырым болып тұр. Осы жерде дайын осындай шаблондар шығады. Қайсысы керек? Мысалы, біріншісін алайық, үшіншісін алайық, мынаны алайық, добавить дегенді бассақ, ашық бізге дайын слайд ашылды қазір. И оны редактировать етеміз. Атын редактировать етуге болады осы жерде. Балаларға тапсырма ұйымдастыруға болады. Бізде сабақтың тақырыбын жасап қоюға болады. Барлығы өзін көрсетіп тұрады, не істеу керек. Мына жерге мысалы тақырыбын өзгертуге болады. Қазақша, орысша, өздеріңіз ағылшынша жазуға болады, ағылшын тілінде. Мына жерде мынандай символдар қоссаңыз болады екен. Математика болса, математикалық символдар қосасыздар осы жерден. Символды таңдап, ставка деген басасыздар. И сіздерде барлығы ашылады. Мына жерде интернет күшті болу керек просто. Мынандай фигуралар қосаңыздар болады, немесе линиялар, стрелкалар көрсеткіңіз келсе, стрелканы қойып аласыз. Біреуін таңдап.
осылай мышкамен алып келу керек екен. Сосын ұзындығын өздеріңіз стрелканың жалпы бағытын былай таңдап аласыздар. Міне осылай. Немесе былай қаратып қойсаңыздар да болады. Міне өстіп стрелка қойып аласыздар. Сөйтіп мына жерге мына мәтін А дегенге бассаңыздар, бұл мәтін қосуға болады. Әртүрлі жерге мәтінді редактировать етуге болады. Немесе сіздерге басқа бет керек болса, мына жерде өздеріңіз редактировать етесіздер. Сосын ары қарай міне завершить редактирование. Егер болсаңыздар, завершить редактирование деген басасыздар. И міне сіздерде астында сақталып тұрады сіздің жасағаныңыз. Міне последний. Сосын тағы да создать деген басып, енді дидактикалық ойындарға қосып көрсек. Так, на тестирование бар екен, кричи деген не бар. Тоже бұл жерде жаңа оқушыларды қосу керек. Мысалы, оқушылар телефонмен жасаса болады бұл жерде. Өйткені телефонға код келеді. Олар соны басып, сіздер сұрақ нелер ұйымдастырып қоясыздар алдын ала. Міне вопрос, сұрақ қоясыздар. Мысалы, қандай сұрақ қоямыз? Мысалы, ағылшынша жаза салайық. What can you do деп сұрақ қоя салайық. Максимальное количество учащихся на жерге балаларды қосу керек. Следующий. Так, классический десек на жерге. Тапсырма шығады қазір тақтадан. Міне көріп тұрғандарыңыздай тапсырма шықты. Требуется устройство учащихся. Бұл жерге енді балалардың жаңағы кіргені қажет. Сол үшін завершить редактирование дейміз. Енді ары қарай тағы да создать дейміз да. Міне создать дегенді басып ары қарай игровые задания дегенге керек. Міне мына жерде жаңа гонки, игра, проверки памяти, заполните пропуски. Әртүрлі ойындарды қолдануға болады. Мына жаққа оқушылар керек екен, учащийся деп тұрыны, заполните пропуски. Мынандай жаңа мәтінді қоссаңыздар болады. Мысалы, мәтінді жазып, ол жерде қалып кеткен сөздерді балалар толықтыру керек. Бірақ бұл жерде тек қана 300 әріпке дейін, символға дейін ғана жаза аласыз. Қазір бір мәтін жазып көрейік. Интернеттен жерден дайын текст ала салайық. Так, топики деп жаза салайық. Дайын мәтін қойып көрейік қазір. Мысалға 2-ші классқа жерде шығам екен. My room деп таңдасақ қазір. Осы қысқа мәтінді алып көрейік. Ішіне сөздерді жасырып қоюымыз керек. Балалар өздері табу үшін. Осыны қойып көрсек, ішінде сөздерді жасыру үшін жаңағы жақша тілдеріңізді ағылшын тіліне ауыстырып, мысалы, мына house деген сөз жасыратын болсақ, оңай болады оларға. Сонда мынандай жақшадан 2 қоясыздар басына, и сөздің аяғына тағы 2 қоясыздар. Сосын мына сөз жасырылады. И мына жерге тағы да 2 жақша. 2 жақша. 2 жақша. Жасыратын сөздерімізді осылай 2 жақшамен жазып қоямыз. Да, проверить ответы по запросу деп тұра береді. Обозначить. Так, определите пропуск, нажав на слово. Используйте маркеры изменения размера, чтобы сделать пропуск больше или меньше. И пропуск нажмите на него еще раз. Осы бізде. Былай сөздерді таңдай салуға болады екен. Который пропускать ететін сөздерді, мысалы, чейер деген сөздер, өзіміз осылай таңдайды екенбіз. Сосын следующий деген басамыз. И осы жерде жаңағы нені таңдаймыз. Бізге керек фонды.
Подводные, естественные науки, монстры. Балаларға монстрлар қызық қой, монстры деген таңдайық. Енді добавление задания. Міне тапсырмамыз дайын болды. Енді предварительный просмотр дегенде кіреміз. Бірінші тапсырмамыз қалай шықты екен барлығын көріп алайық. Міне балаларға осылай көрінеді тақтада. I live in a lovely... И мына жерде балалар таңдау керек. House дегенде мысалы апару керек осылай. Егер де бұл дұрыс емес болса, сонда тексереміз. Балалар дұрыс емес жауаптарын апарады осылай. Сосын проверить ответы деген бассақ, міне қайсысы дұрыс емес, жаңағы мынандай птичкамен X-пен шығады екен. Бұл бізде предварительный просмотр. Осыны балаларға жіберсе болады. Енді завершить редактирование дейміз. Тағы да создать дейміз. Игровые задания. Енді келесіне көрейік. Так, игровой шоу дегенге кірсек. Балаларға осындай қызық қой, жаңа айналдырып ойнайтын колесо деген болушы еді. Сондай темалар өте қызық балаларға. Міне, бұл жерде екі типті таңдау керек. Жаңа көп варианты бар, немесе жаңа true false, ағылшынша айтқан кезде. Мысалға біз true false таңдайық. Міне бұл жерде бір сұрақ қоямыз. Мысалы былай істейік. This is a cat дейік. И сурет қосамыз. Так, суретті выбрать изображение деп өзіңіз неден таңдасаңыздар болады. Өздеріңіздің файлдан. Немесе мына жерден іздеуге болады болмайды. Док дейік. Иттің суретін іздеп көрейік. Міне иттердің суреттер шығады. Біріншісін таңдайық. Осылай шығады мына жерде. Окей, бұл таңдалды. Дайын суретті осы жерден скачать етіп алуға болады екен. И мына жерде таңдайды true или false. False деген дұрыс бізде. Енді келесі добавить вопрос дейміз. This is a dog дейік. This is a dog дейік. Мында сурет қояқ тоже. Мына жерге керісінше мысықтың суретін кеп деп қоя салайық. Кез келген мысықты өздеріңізге таңдасаңыздар болады. Окей дейсіздер. Тоже false дейміз, ложь. Қазір загрузка бітсін, следующий деген шығады. Мына жерде сұрақтарыңыз уже шығып тұр. Бірінші, екінші сұрақ. Следующий деген басамыз. Міне екі сұрақ. Случайный порядок деген тұра берсін. Егер сіздер рет-ретмен болған қаласаңыздар, онда случайный порядок дегенді алып тастайсыздар. Міне тапсырмамыз дайындалып жатыр тағы да. Қазір енді тапсырмамыз дайын болады. Сосын балаларыңызға жасай берсеңіздер болады. Күнделікті сабақта да осын пайдалануға болады. Мысалы, өткен тақырыпты қайталау, өткен сөздерді қорытындылау деген сияқты, сабақты қорытындылау, өткен сөздерді, жаңа сөздерді қайталату кезінде балаларға өте тиімді екен. Біраз уақыт күте тұрасыздар, сосын шығады. Міне предварительный просмотр басайық қазір балаларға қалай шығады екен. Міне ойынымыз ашылды. Енді бұл жерде екі оқушыны шығарып қойсаңыздар болады. Монстрлардың суреті тұрады екен, как раз балаларға өте қызық. Мысалы, міне мынау оң жақтағы тұрған оқушы бастайды. Сіздің кезегіңіз деп көрсетіп тұр. Сосын екінші оқушы бастайды. Міне барабанды айналдырады. Қай сұрақ шығады, сол сұраққа оқушы жауап береді. Міне. Екі есе жаңаға бал беріледі бұл оқушыға. Қайсына түседі, тағы да айналдырамыз. Жұлдызша шықты. Сұрақ шықпай жатыр. Міне сұрақ шықты. This is a cat. Балдар таңдайды true или false. Вы заработали 200 вы заработали очки дейді. 200 балл жинадыңыз деп тұр. Енді продолжить. Енді келесі бала ойнайды. Мына жаққа шықты. Барабанды айналдырады. Тоже сұрақ. This is a dog.
мысықтың суреті шығады. Балалар енді қателесуде мүмкін әртүрлі жасасаңыздар болады ғой. Енді келесі команда жасап көрсін дейді. Келесі команда таңдап көрсін дейді. Міне келесі команданы көтерісі. Тағы да келесі команда жеңді. Міне мына жерде балдар көрініп тұрады. Сөйтіп балаларды даже бағалауға да қолданып жіберуге болады екен. Міне осылай енді завершите редактирование дейсіз. Уже міне сіздің тағы бір жұмысыңыз дайын тұрады. Міне уже 4 не жасап тастадық, тапсырма уже. Тез, әрі оңай, тек қана интернеттеріңіз жақсы десе болды. И міне тағы да поиск слова, переворот, командный тест, командамен тест жасаңыздар болады. Сәйкестендіру, соответствие деп тұр. Оқушылар бір-біріне сәйкестендіреді сөздерді. Міне сәйкестендіру дегенге кірсеңіздер, мына жерде бірінші категориясын таңдау керек. Мысалға animals дейік. Animals. И мына жаққа pictures. Олардың суреттері. Суретпен жаңағы сөзді сәйкестендіру. Мына жерге суреттің батырмасына бассаңыз, сурет шығады. Міне сурет шығады. Біріншісі бізде cat болды. Сурет таңдай салайық. Тез-тез. Екіншісі док текті тағы сурет таңдай салайық. Енді бастауыш сыныптарға, үлкен сыныптарға, 6-шы сыныптар, 10-шы сыныптар, 11 болсын. Осындай тапсырмалы. Енді оны қиындатып өздеріңіздің сыныптарыңыздың дәрежесіне, білім деңгейіне байланысты өздеріңіз жасайсыздар. Так, енді маус деп жасалайық. Мына жаққа суретін қойымыз. Мынандай маус шығады. Майс деп жасақ. Енді шықты. Болды, осы жетеді. И проверить ответы немедленно или по запросу дей салайық. А то сразу жауабы шығып кетеді. Қазір загрузка бітсін, следующий деген бастаймыз. Бұл жерде тоже фонды таңдайсыздар. Қандай болады? Қалай бір-біріне сәйкестендіреді міне. Даже мынандай драконмен қойсаңыздар, подводный дейді. Мынандай таңдасаңыздар да болады. Супергерой. Сат, супергерой бәріне қызық деп ойлаймын, осыны таңдай берейік. Балаларға қызық қой супергерой деген. И бір-біріне сәйкестендіреді. Міне тапсырмамыз дайын болды. Тағы да предварительный просмотр дегенге басамыз. Алдын ала өзіміз көріп аламыз. Бірінші тапсырманы тексеріп, егер редактировать ету керек болса, редактировать етеміз. Міне мына жақта animals, мына жақта pictures деп тұр. Оны суреттермен сәйкестендіру керек. И міне супергеройымыз шықты. Міне мына жақтан шығады екен. Мына жақтан тағы біреу шығады. Мына сөздерді мында қою керек болмын. Мына жерге қою керек. Міне енді. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс емес, мына жақ жеңіл қалды. Келесі сөзді қоямыз. И мынау дұрыс болса. Мынау жеңді тағы да. Проверить соответствие. Тексереміз. Өзі тексеріп береді. Балалар осылай шығады да, көп сөз мына жаққа жасап қойсаңыздар болады. Сосын шығады да бір-бірімен жаңа типа соғысқан сияқты болды. Сонда балаларға өте қызықты екен. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар.